Қайырлы күн, құрметті жазылмандар. Инстаграмда мен соңғы бейнем бойынша жазылушылармен сауалнама жүргіздім. Яғни келесі бейнені қай тақырыпта жасауым керек деп сұрадым. Айнұр 7255 деген жазылушымыз маған туыстық қарым-қатынас, бала тәрбиесі және сапалы білім жайлы бейне жасағанымды сұрады. Сондықтан бүгінгі тақырып отбасы жайлы болады. Отбасы не үшін қажет? Бүгінгі таңда көптеген адамдар өздеріне осы сұрақты қояды. Қазақстандағы әрбір екінші неке ажырасумен аяқталады. Азаматтық неке нормаға айналуда. Тұтынушы қоғам сыртқы атрибуттарға, жоғарғы жалақыға, мансаптың өсуге басымдық береді. Осының бәріне жалғыз оңай жетуге болады. Отбасы ол жеке мақсаттарға жету жолындағы ауыртпашылық ретінде қабылданады. Адамдар әдемі сөздерден басқа ештеңемен байланыспаған кезде қарым-қатынастар алғашқы қиындықтарда ыдырайды. Бірақ басқа да жол бар. Махаббат ол жүрек еңбегі деп Антуан де Сент-Экзюпери айтқан. Неге бір-бірін сүйетін адамдар кенеттен ортақ тіл табысуды тоқтатады да немұрайлы болып ұрсысады? Эндорфиндер бақыт гормондары махаббат эйфориясын тудырады. Уақыт өте келе оларды өндіру әлсірейді де, әдетте 3 жылдың ішінде қарым-қатынас дағдарыс басталады. Адамдар оны мінез-құлықтың ұқсас еместігіне деп түсіндіруге бейім. Айырмашылықтар сыртқа шыққан кезде бір-бірінен көңілдерінің қалуы келеді. Екінші жартыға тамаша көрінген серіктес кемелсіз болып шығады. Серіктестен мінсіз ойымыздағыдай сәйкестік күту демек оған тұтынушылықпен қарау. Өзіңіздің әлсіз жақтарыңызды көріп, жақсартуға тырысу әлдеқалай тиімді. Қиын кезеңнің өзінде сезім жоғалып кетпеу үшін сіз өзіңізге күш салуыңыз керек. Әр құрбандық, әрбір кешірім бұл сіздің шынайы махаббат деп атайтын құрылыстың кішкентай кірпіші. Әр түрлі кейіпкерлердің талғамы, әр түрлі өмірлік тәжірибесі осы минустардың бәріне шығармашылықпен қарау мүмкіндігін плюске қосу және адамдардың айырмашылығы стандартты емес шешімдердің таусылмайтын көзі. Әр түрлі мінез, әр түрлі тағам, әр түрлі өмірлік тәжірибе, барлық осындай минустарды креативті тәсілмен плюске айналдыруға болады. Адамдардың айырмашылықтары стандартты емес шешімдердің таусылмайтын көздерінде. Сүю дегеніміз ол алу емес, ол беру. Серіктеске қадам жасау арқылы біз өзімізді жоғалтамыз, бірақ жаңа тәжірибе жинаймыз. Жаңа шешімдер қабылдаймыз, жаңа қасиеттерге ие боламыз. Жеке өміріңіздің өз үйіңіздің табалдырығынан басқа ештеңке білмеу ол кедейлік. Александр Герцен. Үйлену тойы. Бұдан да бақытты шараны еш жерден көре алмайсыз. Ол қалыңдықтың мақтанатын күйеу гүлдері, бақытты қонақтар мен сентименталды ата-аналар мен бақытты жұптарға қарап мен бір нәрсеге сене алмаймын. Статистикаға сүйенсек, олардың жартысы ажырасып қайғылы аяқталады. Неге? Бұл сұраққа жауап беру үшін біз неке пайда болу тарихына жүгінейік. Адамзаттың басында бала өсіру үшін, үй салу үшін, тамақтану қажеттерін жалғыз емес, отбасы ретінде жасау тиімдірек болатын. Технологиялық прогресс заманауи адамның өмірін едәуір жеңілдетіп, өмір сүру мәселесі өз айқындылығын жоғалтты. Онда не үшін отбасы керек? Нағыз ұлы адами бақыт біздің түсінігімізде әлі күнге дейін отбасымен байланысты. Бірақ оған қалай жетуге болады? Ең бірінші басқа келетін нәрсе ол
өзің үшін және өзіңнің сүйіктілерің үшін сүйікті өлке жасау. Таң қаларлық. Қазіргі отбасылар үшін басты деструктивті фактордың бірі ол жалығушылық. Адам үнемі ақпараттың қажеттілігін сезінеді. Ерлі-зайыптылар көп уақытты жеке өткізген кезде қарым-қатынас сапасы төмендейді және наразылық өседі. Сыртқы ортаның қатал жағдайы ғасырлар бойы отбасы институтын нығайтып, оның иммунитетін қалыптастырады. Өмір жайлырақ болған кезден бастап иммунитет әлсірей түсті де, жалығу деген микробтар күшейіп, кейіпкердің айырмашылықтары нақты қауіпке айналды. Қазіргі замандағы жағдайлар отбасына мүлдем жаңа талаптар қояды. Адамдар неғұрлым тәуелсіз болуда, бостандық пен өзін-өзі дамытуды көбірек бағалайды. Сондықтан отбасы үшін жаңа мотивация қажет. Отбасының әрбір мүшесін тек тұлға ретінде ғана емес, сонымен қатар өзіндік ерекше рухы мен идеологиялары бар топтың құрамдас бөлігі ретінде де іске асыруға болады. Үлкен ортақ мақсатпен байланысқан команда ғана мықты. Сондықтан отбасының энергиясы тек жеке бақытқа ғана емес, одан глобалды нәрселерге де бағытталса, ол күшейеді және бақытты болады. Отбасы көбінесе бас бостандығын шектеуге байланысты. Біз отбасын мотивацияның даму және таусылмайтын ерекше эмоциялар көзі екенін көреміз. Балаларды тәрбиелеу ол өзін-өзі жетілдіру. Оған балалар сияқты ештеңе көмектеспейді. Балалар ол салауатты отбасының ер мен әйелге деген махаббаттың қисынды нәтижесі. Дегенмен, тұтынушы тұрғысынан алғанда, балалар стресс пен шығындар ыңғайсыздығының көзі болып табылады. Таң қаларлық емес, көптеген ерлі-зайыптылар балаларының тууын кейінге қалдырып, жеткілікті жетілу мен материалдық байлықпен өздерін ақтай отырып, өздері үшін өмір сүруді қалап, балаларды толығымен ойларынан да алып тастайды. Адамның қажеттіліктері материалдық қажеттіліктермен шектелмейді. Асқазанға тамақ қажет болғандай, рухани әлем тәжірибені қажет етеді. Бұл мүмкіндікті неміс әлемтанушы Герхард Шульц зерттеген. 80-ші жылдардың соңында ол тұтыну қоғамының орнын басатын тәжірибелер қоғамы тұжырымдамасын енгізген. Басты құндылық эмоциялар қоғамының табысының сыртқы белгілері емес, өмірдің жарқын эмоциясы мен әсерлері болашақтың барлық байлығы. Өмірің мен өмір сүр. Бұл жаңа логикаға сәйкес жаңа кретта отбасынан және балалардан бас тартатын адамдар өздері үшін өмір сүру қағидасын ала отырып, өзін ерекше эмоциялар мен тәжірибелерден толықтай айырады. Ата-ана болмай-ақ, тек балалар ұсына алатын жағымды эмоцияларды бастан кешіру мүмкін емес. Баланы өсіру және тәрбиелеу үшін ақыр соңында көп ақша мен көп күш жұмсауға болады. Бірақ біз ол кезде өмірден одан да көп нәрсе аламыз. Бала ата-анасын дамуға ынталандырады. Олар әлемді қайта анықтап, жаңа әсер алу үшін жаңа рөлдерді игеруге мүмкіндік береді. Балалар олар шығармашылықтың ең қызықты және ақылға қонымды түрі. Бірақ бұл жұмыстарды мұражайлар мен галереялардан көрмесек те, олар авторларын ұрпақтан ұрпаққа өздерінің келбетін және идеяларының табиғатын жаңғырту арқылы мәңгі жасайды. Жасау тұтынудан гөрі көбірек береді. Адам әлемді жақсартқан кезде бақытты болады. Және бұл шындық ақиқат. Өзгеріссіз қалады.